Қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге керемет дәмді хит салаттың рецептісімен бөлісемін. Қандай тойға барсақ та осы салат дастарханның сәнін келтіріп тұрады. Әрі тез бірден осы салат желінеді. Қалай жасалатынын білгіңіз келсе, видеоның басынан соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Бізге керегі тауықтың еті. Етті жақсылап жуып, қатты жерін және майлы жерін кесіп алып тастаймыз. Кішкене ірілеу қылып кесіңіздер етті. Міне, турап алған етімізді енді маринадтаймыз. Маринадқа бізге керегі крахмал, қант, тәтті паприка, сарымсақ және сұйық май, күнбағыс майын қосамыз. Барлық көлем мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап өлшеп жасаңыздар. Енді осы етіміздің барлық демдеуіштерін салып алғаннан кейін жақсылап араластырып 10-15 минутқа бетін жауып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Келесі кезекте жартылай ащы бұрыш керек. Полугоркий перец. Жасыл және қызыл түсінен қосамыз. Сонда салатқа жақсы түс береді. Жіңішке ұзыншақ етіп тураймыз соломка қылып. Бұрышты турап алған соң бізге керегі шерри помидор. Шерри помидорымызды да жақсылап жуып алған соң 2 бөлікке бөліп қосамыз. Салатқа көк пияз қосамыз. Көк пиязды өте ұсақтамай, әдемі көрінетіндей кішкене қиғаштап, ұзыншақ етіп кесеміз. Және кинза керек болады. Міндетті түрде бұл салатқа кинза қосыңыздар. Салатқа кинза жақсы дәм береді. Тек жапырағын ғана қосамыз, қатты таяқшаларын қоспаңыздар. Ірі тураймыз. Барлық көкөністерді турап алған соң бетін жауып, бұны да тоңазытқышқа қоя тұрыңыздар. Ендігі керегі бізге баклажан. Баклажанның қабығын толықтай аршымаймыз. Әр жерінен ғана аршимыз. Баклажанымызды 4 бөлікке бөліп алған соң қиғашынан ромбик тәріздес қылып тураймыз. Мінекей баклажанны кесіп алғаннан кейін үстіне 2 ас қасық картофельный крахмал қосамыз. Бұл жерде міндетті түрде картофельный крахмал болу керек. Кукурузный крахмал жарамайды. Ары қарай қолымызбен немесе қасықпен араластырмаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай араластырыңыздар. 5 минутта ғана крахмалда ұстаңыздар. Әйтпесе баклажанның суы шығып, крахмалды өзіне көп жабыстырып алады. Ары қарай сусып тұрған майымызға орташа отта баклажандарымызды айбат қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Баклажанды қуырып, сонымен қатар бір шетіне тағы бір табамызға маринадталған етімізді қуыратын боламыз. Табамызға 1,5 ас қасықтай сұйық май құйып,
етімізді қуыратын боламыз. Етті су құйып бұқтырып пісірмейміз, тек қана майға қуыратын боламыз. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, етті де қатты қуырып жібермеңіздер. Маринадта пісіп тұрған етіміз майға тез пісетін болады. Сондықтан қатты қуырып жібермеңіздер. Қатты қуырылып кеткен етіміз қатты болып қалады. Міне осымен етіміз де қуырылып дайын. Міне енді толықтай салатымызды араластырамыз. Алдын ала кесіп дайындап қойған көкөністердің үстіне қуырып алған етті және баклажанды салып қосамыз. Менде бұл жерде ыдысым кішірек болғандықтан үлкенірек ыдысқа алып араластырдым. Алдында айтқандай көкөністердің үстіне етті және баклажанды салып, дәміне қарай демдеуіштерін саламыз. Дәміне қарай тұзын және тәтті паприкамызды, бір ас қасық соевый соус қосасыздар және 2 ас қасық sweet chili соус қосып, ақырындап салатымызды араластырамыз. Құрметті көрермен, менің каналым ұнаса, әрі каналымды бірінші рет көріп отырсаңыздар, каналға тіркеліп, лайктарыңызды басып қолдап қойыңыздар. Әрі пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне құрметті көрермен, осымен салатымыз дайын. Осындай түсі әдемі болады. Дәмі өте дәмді керемет салат. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Осы жасаған порциядан 2 тарелка салат шығады. Әдемі тарелкаға салып, үстіне күнжіт сеуіп, әрлеп дастарханға ұсынасыздар. Құрметті көрермен, каналыма алдағы уақытта жаңа дәмді рецепттер шығады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен мен Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.